Қалайсыз? Жақсы. Ұйқыңыз қандыңыз ба? Ұйқыма? Не күтесіз сен бүгінгі сайыстан? Сіздің бұл екінші сенбілік сайысы, иә? Қашып жатқан? Жалпы қамыр или білесіз ба? Сондай бір болып жатса. Көреміз енді, сөйтіп алсаға. Дайынсыз? Дайынбыз ба? Өзіңізге жеңіс? Жеңіс, сәттілік, көреміз, бұйыртқаны болады. Бүгін сізді қолдап кім келеді? Менің қолдап Бека келді. Бекзат келді, Жамбыл келе жатыр. Шерхан айтқан, Батшада Шерхан алмай жатыр дейді. Енді өзім жаным келеді, азым келе жатыр. Бұл сайыста айтар ештеңе жоқ. Көреміз не болса да. Біз ұтуға арнамағанбыз, біз сізді ұтыламыз ғой. Бұл жолы білмеймін. Кетіп аттаңыз. Сәттілік. Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Бұл сіздің қателеспесем екінші сенбілік сайысыңыз, иә? Бірінші сенбілік жарысында, ең бірінші сенбілік жарысында мықты қарсыластарды қойыпты, барлығы мықты. Сен тұр, мен атайындардың бәрі осы сайыста деп ойлаймын. Не күтесіз сен бұл сайыста? Қарсыластарыма сәттілік, өзіме жеңісін, иншалла. Бәріне дайынсыз? Бәріне дайын. Жеңу керек бүгін. Құрметті қолдаңыздар. Ауылдың баласы жеңу керек. Әумин. Қайсыздар жақындар, амансыздар ма? Қандайсың дейді. Денсаулығың жақсы ма? Дүние жоқ болып кеттің, қайда жүрсең де аман жүр дейді. Аман жүр деген сөзді білмейді. Аллаға шүкір жақсы, менде барлығы жақсы. Я тауда съемкіде болдым, тауда сеті интернет жұмыс жасамайды, сол себепті көп сторис, видео салмай кеттім. Қазір Қызылордадамын. Жаза беріңіздер, ответ беремін, сөйтіп сақтырды. Бекарыс екеуміз тамақтанып алайық дедік, энергия жинап алайық дедік. Рахимаға келгенбіз, негізі киім алуға сөйтсем, ештеңе жоқ, сонымен үлкендерге екен көбінесе тамақтанайық деп, мына жақта үй тағамдары деп тұр екен. Бірінші рет келіп тұрмын. Мына жақта кухняда Бағила деген әпкем мен танып қойып келіп, суретке түсіп жатыр. Көп рахмет сіздерге. Сыртқа шықсам да сыртқа Айша деген келіншек келіп суретке түсіп жатыр. Сіздерге көп рахмет. Очкимен жүрсеңде танып қойып жатсыздар ғой, рахмет. Енді оқырмандарымды, мен оқитын оқырмандарым, енді сол қалауым кезінен таниды да енді. Рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға табыс. Әйтеуір келіп, келіп, амандасқанымыз мен үшін мәртебесі деп қатты жақсы көрдім.